Сәлеметсіздер ме? Тоқыма машинада тоқып жатқанда кейбір кездер ақаулар кетіп қалуы мүмкін. Мен бірде-бір резина тоқып бастағанымда резинаның дұрыс тоқылмай қалғанын байқадым. Сондықтан тоқыма машинадан шешіп алдым осылай. Енді тоқылған бұйымның бәрін қайта сөкпей 5-6 қатарын ғана сөкілетіндей етіп жалғастырып беруге болатын тәсілмен сіздермен бөліскім келеді. Енді мына видеода көрініп тұрғандай, мынау материалды бүйтіп былай бүгіп осылай жасап көреміз. Сонда ортасын бүйтіп қарап көрсеңіз, мұқият қарап тұрсаңыз, там бағандар, ілмектердің арасында бағаншалар болып көрініп тұрады. Сол түзу соңына дейін өзі бүгіп шығуға болады, тоқып жатқан затты. Соны бағаншаларды артынан машинаның, тоқыма машинаның инелеріне жинап аламыз. Міне осылай барлық инелерге жинап аламыз. Енді алдында дұрыс тоқымай қалған резинамызды тоқымастан бұрын бірінші фантурада инелерді алдыңғы бос күйіне қоямыз. Және резинаға жетпей бүккен жерімізді 4 қатардай тоқып аламыз. Енді бірде-бір резинкамызды тоқу үшін бірінші фантурадағы каретаның қанатын шешіп аламыз. Сосын екінші фантураның карета қанатымен қосамыз. Енді видеода көрініп тұрғандай бірінші фантурадан екінші фантураға екі басты ине көмегімен екінші фантурадағы инелерге бір ілмектен кезек-кезек толықтырып отырамыз. Видеода
көрініп тұрғандай үстінен тартып астынан жіптерімізді саламыз. Кешіріңіздер, мен қателесіп кетіппін. Қазір байқап қалсаңыздар, бір ине емес, екі инемен өткізіп жүрген екенмін. Сәлден кейін ол жерде жөндеймін қайтадан. Енді мынау үлкен тырақшаға бірде-бір резина өрнегіміздің ішінен өткізіп гирмен салмағын төмен тартып қоямыз. Қыздар, мен мына екінші фантурамда инелерін жоғары көтеріп қоймасам тоқылмайды. Менікі заводской бірақ па, оны көтермесем тоқылмайды. Сондықтан сіздер өздеріңіздің способпен істесеңіздер де болады. Мынау да жақсы екен, үйреніп алдым солай. Осылайша біршама қатар резинамызды тоқып аламыз. Қыздар, бұл үлгі, сондықтан қанша істесеңіздер де болады. Қазір енді болғаннан кейін қазір шешіп алғанмын.
Коңыр жүкпен қосқан жеріміз көрінсін деп тоқыдым. Бағандар да көрініп тұр. Енді оң жақ бетін аударғанда бүккен жеріміздің қоңыр жүкпен тоқылғаны көрініп тұр. Одан кейін оның ашық түсті жіптерді суырып тартып алып тастаймыз. Сонда қосқан жеріміз жақсы болып көрінеді. Міне мынадай қосқан жеріміз ештеңе де білінбейді. Жаңадан бастап тоқи берулеріңізге болады. Бәрін сөгудің қажеті жоқ. Бұл менің алғашқы ютубқа жасаған видеом. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, подпискаға басуыңызды ұмытпаңыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет.